Сәлем достар, сіздермен бірге әрине мен, блогер Айбек. Достар, бізде бүгін міне керемет видео деп айтсам да болады. Бүгін мен сіздерге мына артымдағы фон жайлы түсіндіретін боламын. Бұны қалай айтылады бұл фон, және де қалай істеуге болады, барлық затын айтып беретін боламын. Және де мен қазір соңғы жағында көретін боласыздар. Мына мен артымдағы фонды хромакей деп атайды. Осы хромакей осы фонға артында жасыл түсті затқа матағы біршама эффектілер қосқан кезде, артыңызда сурет қойған кезде, өзің мен сияқты міне қараңыз. Дәл осылай тұрасыздар, артыңызда міне осындай зат тұрады. Дәл осылай отыратын боласыздар. Ал бүйтіп ауыстырсаңыздар болады, және бүйтіп ауыстырсаңыздар болады. Хромакей дегеніміз осы. Бүйтіп емес, енді өзім мысал ретінде олай отырып, дым істемей ақ та өзіңіз компьютермен барлық эффект заттарын қосып монтаждайсыздар. Солай бұл өте оп-оңай. Ютубтан іздесеңіздер де шығады. Хромакей қазақшада салған қазақ ютуберлері бар. Көп қазақша, егер орысша түсінбеймін деп отсаңыздар, қазақша видеолар өте көп. Хромакейді қалай жасаса болады, әлде болмаса хромакейге қалай фото қоюға болады деген сияқты түрлі қазақша жазып қараңыздар, шығуы мүмкін. Және де бір жаңалық, мен кеше жаңадан телефон алған болатынмын. Samsung Galaxy G7. G7 ғой енді, G7 деп айтқан жақсырақ болады деп ойлаймын. Бұл енді камерасы өте жақсы түсіреді. Міне дәл қазір тест жасап отырмын камерасына. Міне звукты да естіп тұрған боласыздар, өте жақсы алып тұр, алыстан өте таза, әдемі естіледі. Кешеде бір түсіргенімде солай әдемі болып тұр, бірақ ол видеоны ютубқа салған жоқпын. Ютубқа арнап түсірген жоқпын, былай качествосын қарап, фотоны өте керемет түсіреді. 4136-та 3000, ұмытып қалып тұрмын, 3001 деңгейде түсіреді, 4001 деңгей. 4100 екен білемін, 4101 деңгейде 3000 ұмытып қалып тұрмын, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Сондай затта түсіреді, разрешениеде түсіреді фотоны. Ал видеоны 1920-дан 1080 Full HD форматта 13 мегапиксельде түсіреді. Өте керемет, камерасы міне дәл қазір түсіріп отырмын. Ал міне бүгінгі жаңалық осы. Видео қысқа әрі қызықсыз болып қалған болса ренжімеңіздер, бірақ әйтеуір бір сіздерге пайдам тиді деген ойдамын. Пайдасы бар видео түсірдім, хромакей жайлы. Енді үйреткен жоқпын, ютубтан қарасаңыздар болады, өйтіп үйретіп отыруға уақыт жоқ. Және де бір жағынан камераны тексеріп отырдым, міне камерасы нормально істеп тұр деген ойдамын. Қазір монтаждап жатқанда көретін боламын оны. Ал енді алдағы уақытта көптеген видеолар шықпай жатса ренжімеңіздер, мен түрлі жарыстарға қатысып жатырмын, соларда дайындық күнде сондай заттар толып кетті, әйтеуір бір-біріне қабаттасып. Сол енді видео түсіруге көптеген уақыттар болмай жүр. Аптасына өздеріңіз де көріп отырсыздар, аптасына бір видео шығарып жүр. Жетіспей енді сіздерге енді ертең жарыстар бітсін, 27-28-дерінен бастап көптеген видеолар түсіріп бастайтын болады. Сіздермен бірге болған әрине мен блогер Айбек. Әрине осы видеоға лайк басыңыздар. Астында қызыл подписаться деген кнопканы басып біздің арнамызды ұмытпаңыздар. Бай-бай. Бәрі болады өз уақыты мен деген жалған. Өз-өзін жұбату үшін бір сорлы шығарып алған бұл сөзді. Уақыттың бітіп жүргенде уақыт өлтіріп тастар. Ертең мүмкін еді сондай топастар. Уақыт тоқтамады. Күндер оқ секілді, өмір автомат. Әр күн